Мен Нұрабаева Бекзада Мұхамедиевна, Шығыс Қазақстан облысы Тарғыбатай ауданы Топелік селосында дүниеге келген. Соғыс уақытында мен соғыс ардагерімін, еңбек ардагерімін. Соғыс уақытында біз рыбкомбинатта жаздай жұмыс істейтінбіз, шабақсыз етіміз, шамамыздың келетін сол болатын. Ал күзге қарай астыққа апарып масақ теретіміз. Масақ теріп, масақ біткеннен кейін картошканың масағын теретіміз. Шешеміз қазып біткеннен кейін сол картошканың орнын қолмен тырнап, бәріміз жиып, балалар апарып көп картошка қосатымыз. Кей кезде бәріміз жиналып, шұңқырға картошканың масағын салып, от жағып картошка жейтіміз, пісіріп. Сол кезде бізді көріп қойса, бригадирлер ұрсатын, әрбір картошка оқта бір оқ деп. Біз үлес қосатымыз сөйтіп. Мен 7-ші класты бітіргеннен кейін Зайсан интернатында оқыдым, сіңліміз екеуміз. 10 жылдықты бітіргеннен кейін Өскеменнің университетіне түстім. Жаңғыз қазақы көп орыстың ішінде. Қазақша біткен маған өте ауыр тиді, орысша оқу. Институтты барлық қазақстандықтарды келе жатқан жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймын. Аспанымызда ашық, елдерге саман болсын.